Екінші сұрақ ол Құранның жиналуы үш кезеңнен деп айтылады. деген аят бар. Сол аятта негізгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірәйіл алейхиссалам Құранды тіке оқыды. Пайғамбарымыз оны Жәбірәйіл алейхиссаламнан жаттап алды. Оны өзінің сахабаларына оқып берді. Сахабалар пайғамбарымыздан жаттап алды. Сөйтіп Құран кәрім адамдардың санасында, жүрегінде болды. Бірақ кейбір сахабаларға, кейбір адамдарға болған хат танитын, хат жаза алатын тақуа адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рұқсат берген жәнегі Құран аяттарын жазуға. Олар сол кездегі жазу әдебаттары, яғни құралдары тері, сүйек, тас, ағаш сияқты заттарды қолданды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы төменгі дүниеден жоғарғы дүниеге ауысқаннан кейін, яғни қайтыс болғаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ісін жалғастырушы халифалық құрылып, халифаның бірінші халифамыз Абу Бәкір радиаллаху анху болады. Абу Бәкір радиаллаху анхтың кезінде осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезіндегі жиналған бүкіл қолжазбалар Айша анамыздың үйіне жиналады. Бұл бірінші кезең. Екінші кезең, жәнегі кейбір Құранды оқып, пайғамбарымыз жыл сайын Жәбірәйіл алейхиссаламға айтып тұрған сол аятта оқылған аяттарды іріктеп таңдап нететін Омар радиаллаху анхтың кезінде ол нәрселер екінші мәрте жиналды. Үшінші мәрте Осман бин Аффанның кезінде 7 риwayatпенен 7 кітап болып басылып 7 өлкеге таратылды. Осы Құранның жинақталуы үш кезеңі осы деп аталады.